Таңғы ас ішпесеңіз не болады? Таңғы асқа мүлде жарамайтын 5 өнім. Адамдар расымен таңғы ас ішіп жүрме? Біреулер мүлде таңғы ас ішпейді. Енді біреулер таңғы ас зиян, міндетті емес деп жазады. Егер денсаулық, дұрыс тамақтану және энергияға толы өмір сізді қызықтырса, арнамызға тіркеліп, видеоны лайкпен қолдап қойыңыз. Ал енді ең маңыздысын бастайық. Бірақ шындық біреу, таңғы ас ішпеу денсаулыққа тікелей зиян. Сондықтан бүгін мен сізге неге таңғы ас ең маңызды тамақ екенін, таңғы ас ішпесек организмде не болатынын және таңғы асқа мүлде жарамайтын 5 өнімді айтып беремін. Мүмкін сіз күнде дәл сол өнімдерді жеп жүрген шығарсыз. Соңына дейін қараңыз. Таңғы ас неге маңызды? Егер біздің асқазан ішек жүйемізді пешке теңесек, таңғы ас сол пештегі алғашқы отты жағу. Дәл таңғы ас қорыту отын қосады, метаболизмді іске қосады, бүкіл дененің жұмысын реттейді. Егер отты дұрыс жақпасақ, пеш сөніп қалады, ал организмде бұл май жиналу, әлсіздік, тәбеттің бұзылуы ретінде көрінеді. Таңғы ас қашан ішілуі керек? Ең дұрысы уақыты таңғы 6 мен 10-ның аралығы. Маңызды. Оянған соң бірден емес, 15-30 минуттан кейін таңғы ас ішу керек. Ал тұрған бойда бір стакан жылы су ішуге болады. Бұл ас қорытуды жұмсақ іске қосады. Таңертең организмде не болады? Таңғы сағаттарда біздің денемізде өте маңызды процестер жүреді. Соматотроптық гормон көтеріледі. Олар майды ыдыратады, энергия береді. Инсулинге сезімталдық артады. Таңғы ас кезінде инсулин аз бөлінеді. Сондықтан дәл осы уақытта көмірсулар зиянсыз сіңеді. Бірақ кешке немесе түнге қарай инсулиннің қысқа көтерілуі тамырларға, метаболизмге де зиян. Таңғы асқа нені бірінші қою керек? Майларды. Майлар. Неге? Майлар ұзаққа жететін энергия береді. Аштық сезімін кешке дейін басады. Артық тамақ жеуден қорғайды. Егер таңғы ас дұрыс болса, күні бойы тағамға деген құмарлық азаяды. Таңғы ас ішпесеңіз не болады? Егер таңғы асты өткізіп алсаңыз, немесе дұрыс ішпесеңіз, кешке аштық күшейеді, артық жеу басталады, тәттіге жылдам көмірсуларға тартады, биоритм бұзылады, метаболизм баяулайды, нәтижесінде денсаулық нашарлайды. Алтын ереже. Диетология мен нутрициологияда алтын ереже бар. Күніне 3 рет тамақтану. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Арасында тіске басар болмауы керек. Бұл метаболизмді реттейді, гормондарды теңестіреді, биоритмді қалпына келтіреді. Айтпақшы, егер сізге осы тақырып пайдалы болып жатса, лайк басуды ұмытпаңыз. Таңғы асқа мүлде жарамайтын 5 өнім. Жылдам дайындалатын кашалар. Олардың қанты көп, гликемиялық индексі жоғары. Дұрысы гречка, перловка, сұлы. Оларды аздап, соңына шиікті пісірмей, қантсыз, еритін май қосып және кептірілген жемістермен жеуге болады. Аш қарынға кофе. Кофеге қарсы емеспін, жақсы сусын, бірақ аш қарынға кофе өтті бірден шығарады, рефлюкс қаупін арттырады. Дұрыс схемасы: жылы су, кофе, 10-15 минуттан кейін барып тамақ жеу. Жаңа сығылған жеміс шырыны. Қанда қантты тез көтереді, аштықты жалған басады. Егер ішсеңіз, кешке немесе кашадан кейін. Балқытылған ірімшік және майсыз сүт өнімдері. Балқытылған ірімшік кальций сіңбейді, майсыз өнімдер нутриент жоқ, қантталған сүт таза қант. Өңделген ет өнімдері шұжық, сосиска, солями. Нитрозаминдер, химиялық қоспалар, дәм күшейткіштер. Артық қолдану қатерлі ісік қаупі. Мен ұсынған идеалды таңғы ас: 10 км жүгіруден немесе жүрістен кейін толық дәнді каша, 5 ас қасық еритін май, ұнтақталған қарашомақ чия. Қосымша жұмыртқа аптасына 3-4 рет, творог, толық дәнді нандарды қолдану. Соктардан қызылша, сельдерей, жасыл микс. Бұл талшық ішек бактериялары үшін азық, жылдам қалпына келу. Тибет медицинасы айтады: жаман өнім жоқ, тек тепе-теңдік бар. Уақытты, мөлшерді, калорияны сақтасаңыз, тағам ем болады. Таңғы асты өткізіп алмаңыз, организмді дұрыс отпен жағыңыз. Егер осы видеодан өзіңізге пайдалы ақпарат алсаңыз, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал төменге комментарийге жазыңыз. Келесі видеода қандай тақырыпты талдағанымызды қалайсыз? Арықтау ма, қанттан бас тарту ма, немесе гормондар мен энергия тақырыбы ма? Сіздерді шын қызықтыратын тақырыптарды міндетті түрде түсіремін. Көріскенше салауатты болыңыз.